Қайырлы күн әріптестер. Бүгін сіздерге мына PowerPoint парақшасындағы саймандар тақтасымен таныстырайын деп едім. Жалпы сіздер PowerPoint-ты білесіздер, пайдаланасыздар, бірақ бұның негізгі өзі бір функциялары бар атқаратын. Мысалға, сіз жаңадан парақша ашсаңыз, осылай автоматты түрде осындай ақ парақша беріледі. Енді мына главное бөліміне баратын болсаңыз, осы главное бөлімде макет деген бар. Макетті қарайтын болсаңыз, ашық бұл жерде мына берілетін шаблонның нұсқалары, макеттері. Енді мына бізге берілген слайдтың қарасаңыздар, мына жерде тақырыпшасын жазуға болады жоғары жақта. Енді мына текст слайды деп тұр ғой, сол жерде қарасаңыздар кесте орнатуға болады, диаграмма құруға болады, әртүрлі графикалық элементтерді қосуға болады, компьютерден сурет қоюға болады, интернеттен сурет жүктеуге болады, одан кейін видеозапистарыңыз болса, осының барлығын осы жерге кіргізуге болады. Осы макет осындай функцияларды атқарып тұр екен. Енді бұл жерде біз жиі пайдаланатынымыз тағы да осы слайдтың бетіне мысалға біз не қойғымыз келеді. Диаграмма, сурет, әртүрлі жаңа элементтер, осындай қоюға болатын нәрсенің барлығы ол ставка деген бөлімде болады. Ставка деген бөлімді қарайтын болсаңыздар, қараңыздар, мына жерде таблица дейді, жаңа кестені орналастыруға болады. Арнайы таблицаны мынаның көмегімен былай орналастыруға болады. Мысалға, көлденең 4 яшық, астынан 5 яшық десек, осылай құруға да болады таблицаны. Мен осылай құрастырам. Кейбіреулері мына таблицаны сызат біреулер кәдімгідей. Біреулері Excel-де кәдімгідей жоғарыдан 4 яшық, төменгі жақтан 5 яшық деген сияқты таблица қояды. Солай автомат түрде мына жерге кесте құруға болады. Одан кейін мына жерде компьютердің суреттері, яғни бұл суреттерді компьютерден жүктеуіңізге болады. Одан кейін интернеттен жүктеңіз, снимок жасауға болады, экраннан захват жасап, мінекей суреттерге байланысты. Одан кейін фигуралар қоюға болады, әртүрлі графикалық элементтерді қоюға болады, диаграмма, мінекей осыларды біз жиі пайдаланамыз. Мынаның барлығы бізде гиперссылка неактивна. Бұл жерде так, мінекей мына жерде әріптердің жаңағы көлемдері колон титул дейді. Бізде енді бұны қатты көп пайдаланбаймыз. Мынау әріптердің жаңағы түрлері сөздер жазған кезде қарап көрсеңіздер болады. Бұл жерде теңдеулерге арналған математикалық теңдеулердің шаблондары тұр. Символдар қоюға болады, звук қосуға болады, видео кірістіруге болады. Осы жерге ставка деген жерлерге осының барлығы кіреді. Так, енді мына дизайнға кіретін болсаңыздар, мысалға ақ шаблон ұнамайтын болса сізге, осы жерде мына кез келген түрін таңдап алсаңыз болады. Осы бүкіл жаңағы слайдтарыңыз барлығы осылай ашылатын болады. Келесі слайдты ашсаңыздар, осылай кете береді. Егерде мына слайдты беті ұнамайтын болса сізге, онда сіз мына мышканың оң жағын басып, формат фонға кіріп, осы жерден не алсаңыз болады, түрін өзгертсеңіз болады. Мен көбінесе мына градиентная заливка деген пайдаланам. Мысалға, мына фонға мынандай градиентная заливка беріп тұр. Осындай өзгерістер жасауыңызға болатын алғашқы фондарды өзгертіп. Одан кейін мына слайдты біз көбінесе осы көлденең пайдаланамыз, альбомный ретінде. Жалпы бұның форматтары, жаңа размерлерін өзгерту болады. Мысалы 4:3 деген бар. 4:3 біз көп пайдаланбаймыз. Біз көбінесе мына 16:9 деген форматпенен жұмыс жасаймыз. Барлықтарыңызға да осыған кеңес беремін. Одан кейін переходы дейді. Мысалға біз мына бір слайд жасадық, мына жерге бір мысалға мақсаты деп жаздық. Осыны жаздық. Бұл енді мына главный бөлімде мына әріптердің шрифтін өзгерту, сосын мына жердегі шрифт несін таңдау. Мысалға көбінесе бұл жерге мен Arial деген бар ғой, соны аламын негізі. Сосын Times New Roman қоя саламын. Көп пайдаланатын осы. Мына жерде көлемін бәрін өзгертуді сіздер жақсы білесіздер. Жаңа переходға келдік қой. Переходқа келген кезде бұл жаңағы әрбір слайд ашылған кезде слайдтың ашылуын көрсетеді. Мен көбінесе мынау панорама дегенді аламын, бүйтіп қоспаған кезде бүйтіп екі жаққа бүйтіп штор сияқты ашылатын. Осыларды жиі аламын. Мына жерде түрлері өте көп. Мынау занавес деген бар, міне осылай ашылады. Көп сұрайды, бұны қалай аштың, қалай істедің деп. Бұның барлығы переходта тұрады. Көбісі переходпен анимацияны шатастырады. Анимация ол ішкі элементтерге арналған. Түсінесіздер ма? Переход тек келесі слайд қойған кезде пайдаланасыздар, ал анимация ол мына слайдтың бетінде тұрған элементтерге арналған. Мысалға, мына жерге мен бір
нені қояйын, ставкада фигураны қояйын. Сағына бір фигураны қойдым. Осы бір фигураны қойдым да, мінекей осы қазір мынаға мен анимация қояйын, иә? Осы объектке анимация қоямын. Мысалы, вылет. Ба не қойдым? Мысалы, вылет дегенді қойдық. Енді мына жерге қараңыздар, параметры, эффекті. Осы жерді бассаңыз, бұл жоғарыдан шығу керек па, төменнен шығу керек па, осының барлығы осы жерде бар. Оны өзіңіздің жаңағы неңізге байланысты қоясыз анимацияңызға. Міне анимациялар осы сайттың, жаңағы слайдтың ішінде тұрған объектке арналған. Бұдан кейін слайд-шоу деген бар, яғни слайд-шоу жасаған кезде мына төмен жағында да тұр, е? Слайд-шоу деген. Я болмаса жоғары жағында да тұр. Мынау начать жаңағы мынаны біріншісін басасыз ғой, біріншісін басқанда слайд бірінші беттен бастап көрсетіледі. Егер де сіз мына бетте тұрсаңыз, онда сіз с текущего слайдан басасыз ғой. Тура сонда екінші қай бетте тұрсыз, сол беттен бастап көрсетеді. Осы екеуін біз жиі пайдаланамыз. Енді бұл жерде де жаңағы көрсетіп жатқан слайдыңызға видео жасауыңызға болады. Бұны барлығын осы жерден жасайсыздар. Одан кейін рецензирование дейді ғой, яғни орфографиялық қателер, сол үшін қажет примечание қоюға болады. Мысалы, мына жасаған кезде мына жерде примечание астында шығып тұрады. Негізі примечанияның астында да нелер тұр, міне белгілері. Енді біз бұны көп пайдалана бермейміз. Бұл бізге қажет емес. Енді вид дегенге кіретін болсақ, видта көптеген жаңағы слайдтың структуралары, қалай оқылу керек, режим чтения барлығы көрсетілген. Негізі осы функция мына төмен жақта да тұр астында. Мысалға режим чтения дейді, құрып мынандай болып тұрады. Енді бізге бұндайлар аса қатты қажет емес. Мысалға мынау болады, 20 шақты, 15 шақты слайд жасасаңыз, мынау не тұр ғой, кесте сортировщикке қойсаңыз болады. Сол сортировщикта неше слайд қалай тұрған барлығын көруге болады, сырттан наглядно. Енді бізге обычный ұнайды. Мына жағына көрсетіп тұрады, одан кейін слайдтың қалай болатыны. Мына вид бөлімде осындайлар тұрады. Енді масштаб деген баспай қойыңыз, ол сізде төмен жағында тұр, мінекей. Плюс-минус қойып отырсаңыз да болады. Осылар керек бізге. Настройка. Настройкаға бұл жерде запись жасауыңызға болады. Дыбыстық. Бұл Camtasia Studio'мен байланысты. Менде Camtasia Studio бар. Мінекей осы нағыз сіздердің жаңағы нелеріңіз, меңгеру керектеріңіз осылар.